Бүгінгі тақырып геоақпараттық әдістер мен гаш технологияларының ерекшеліктері. Бүгінгі тақырыпқа қатысты жаңа терминдер мен түсініктер. Гаш технология бұл дегеніміз қоршаған орта туралы жаңа ақпараттарды алуға мүмкіндік беретін бағдарламалық, технологиялық, әдістемелік құралдардың жиынтығы. Гаш бағдарламалар дегеніміз өзіне тән жекелеген функционалдық мүмкіндіктермен ерекшеленетін және гаш технологияның әртүрлі кезеңдерінде қызмет көрсете алатын жүйелер жиынтығы. Қазіргі заманғы ақпараттық кеңістікте гаш технологияларын қолдану күнделікті қажеттілікке айналып отыр. Әсіресе білім мен ғылым саласы, оның ішінде жер туралы ғылымдар геоақпараттық әдістер мен гаш технологияларының көмегіне тікелей сүйенеді. География ғылымдар тұрғысынан алғанда, геоақпараттық әдістер мен гаш технологиялар табиғи және әлеуметтік экономикалық ерекшеліктер мен заңдылықтарды танып білу, зерттеу және үлгілеудің басты құралына айналып отыр. Гаш технологиялары картографиялық нысандар мен мәліметтер базасының басқару жүйесін біріктіретін компьютерлік платформалардан және түрлі деңгейдегі бағдарламалар жиынтығынан құралады. Географияда кеңінен қолданылатын арнайы гаш технологияларының бірі Ресей ғылым академиясының география институтының геоақпараттық зерттеу орталығы әзірлеген географ, яғни ГИС бағдарламасы. Ол кеңістікте байланған ақпаратты құрастыру, редакциялау, сақтау, бейнелеу және талдау функцияларын атқаруға негізделген. Ең алғашқы нұсқалары 20 ғасырдың 90 жылдары таралып, содан бері жетілдірілу сатыларынан өтіп келеді. Бағдарламаның кең ауқымды графикалық мүмкіндіктері кез келген картаны дәл әрі нақты құрастыруға сұранысты қанағаттандыра алады. Қолданушының сұранысын толық қанағаттандыра алатын нүктелік, сызықтық және аудандық шартты белгілері жиынтығының кеңістіктік мәліметтері, яғни растрлық, түрлендіруге қажетті координата жүйесінің болуы географ ГИС бағдарламасының қолданылу аясын кеңейтеді. Ғылым мен бизнес, білім беру мен басқа жүйелер, экологиялық және көліктік бақылау, мұнай-газ индустриясы, жерді пайдалану және кадастр, тұрмыстық қызмет көрсету, төтенше жағдайлар, әскер мен тәртіп сақтау ұйымдары, басқа да шаруашылықтың түрлі салалары осы бағдарламаны өз қажетіне кеңінен қолданады. Оны интернет жүйесінен белгіленген бағасы бойынша көшіріп алып, тұрақты түрде жұмыс жасауға болады. Оны 9-ші суреттен көріп тұрсыздар, яғни географ ГИС бағдарламасын іске қосу тетігі. Географ ГИС бағдарламасы 3 типтегі нысандармен жұмыс жасайды. Оны сіздер 10-ші суреттен көре аласыздар, яғни бірнеше картамен қатар жұмыс жасау көрсетілген. Бірінші нысан бұл кеңістіктік мәліметтерді беретін қабаттар. Олар мемлекеттік шекара, көл немесе ғарыштық фотосурет болуы мүмкін. Ол векторлықта, растрлықта сипатта беріледі. Әрбір қабаттың атрибуттық сипаттамалары кесте түрінде бірге беріледі. Ал ол өз тарапынан мәліметтерге талдау жасау мүмкіндігін арттырады. Екінші нысан кеңістіктегі мәліметтерді дәл бейнелейтін карталар мен макеттер жиынтығы. Бағдарлама көмегімен мәліметтерді толықтыруға, өзгертуге, соның нәтижесінде бірнеше карта жасап шығаруға, оларға талдау жасауға мүмкіндік беріледі. Үшінші нысан бұл мәліметтерге манипуляция, яғни түрлі сипаттағы өзгерістер жасау, жүргізу тәсілдері. Манипуляция көмегімен карта мазмұнын толықтыратын диаграмма, картограмма, кесте, блок диаграммалар қосуға, картаның дизайнын өзгертуге, форматын ауыстыратын әрекеттер жиынтығын жасауға болады. MapInfo Professional, ақштың MapInfo Corporation фирмасы жасап шығарған бағдарлама. Дүние жүзінде кең тараған гаш технологияларының бір түрі. MapInfo Professional нақты орны анықталған және кеңістіктік байланысы бар географиялық нысандарды өңдеу және сараптама жасау үшін жасалынған. Бағдарлама көмегімен мынадай әрекеттерді жүзеге асыруға болады. Бірінші, географиялық нысандарды іздеу және анықтау, одан кейін гаш базасында жинақталған деректер қорымен жұмыс жасау, одан кейін геометриялық функциялар атқару, географиялық нысандар арасындағы ауданды, ұзындықты, көлемді, периметрді есептеу,
Одан кейін кез келген нысандар тобының жанында буферлік, яғни мәліметтер уақытында сақталатын зона құру, SQL-дің түрлі есептеу жүргізу кеңейтілген түрі бірнеше кестелерді біріктіруге және географиялық жинақтау жүргізуге мүмкіндік береді. Одан кейін компьютерлік дизайн және картографиялық құжаттарды шығаруға дайындық жасай алады. Бұл бағдарлама сонымен қатар қосымша нүктелік картографиялық бейнелер құрастыру, изосызықтар құру, үш өлшемді үлгілер жасау, тік және қиғаш қималарды үлгілеу, шкала, диаграмма жасау, статистикалық ақпаратты сараптау сияқты әрекеттерді де жасай алады. Оны сіздер сегізінші кестеден көре аласыздар. Яғни картографияда қолданылатын компьютерлік бағдарламалар берілген. Мынау Adobe Illustrator картографиялық компьютерлік бағдарламасы, оның қолданылатын орны векторлық графика жасауда кеңінен қолданылады. Негізгі қызметі түс қанықтығын айқындауға мүмкіндік береді. Артықшылығы CorelDRAW бағдарламасымен қатар қолдануға тиімді. CorelDRAW бағдарламасы бұл векторлық кескіндерді қайта өңдеу, түстерді нақтылау және қабаттарды орналастыруда өте тиімді. Негізгі қызметі жұмыс жасауды жеңілдететін дайын шаблондардың болу және жаңа кескіндер жасауға мүмкіндіктің болуы. Артықшылығы бағдарламаны жалпы меңгеру өте жеңіл, жылдамдығы жоғары, өте сапалы картографиялық туындылар жасауға болады. Macromedia Freehand бұл үш өлшемді үлгілер жасауда қолданылады. Негізгі қызметі бейнелеудің қабаттық орналасуын жетілдіреді. Артықшылығы картографиялық туындылардың сапасын жақсартады. Adobe Photoshop бағдарламасы бұл кәсіби фотосуреттер жасауға тиімді. Негізгі қызметі кескіндердің суретін салу, өңдеу, түс қанықтығын күшейту, түрлендіруді жылдамдатады. Артықшылығы растрлықта, векторлықта кескіндермен қатар жұмыс істеуге болады. Corel Painter бағдарламасы жаңа растрлық кескіндер жасауды және бір кескіндерді қайта өңдей алады. Негізгі қызметі түрлі сипаттағы көркемөнер туындыларын жасауға, түрлендіруге мүмкіндік береді. Артықшылығы картографиялық кескіндерді көркем өңдеуде қолданылады. Corel PhotoPoint бағдарламасы растрлық кескіндер жасауда кеңінен қолданылады. Corel Painter бағдарламасына өте жақын, суретшілер үшін өте тиімді. Артықшылығы барлық операциялар өте жылдам жүзеге асырылады. ArcGIS америкалық Esri компаниясының гаш технологиялық бағдарламалар топтамасына кіреді. Бұл географиялық нысандарға негізделген өте ауқымды статистикалық ақпараттарды визуализация жасауға бағытталған бағдарлама. ArcGIS-те шағын жер телімінен бастап дүниежүзілік карталарға дейінгі түрлі масштабтағы карталарды жасауға және редакциялауға болады. Оны сіздер мына 11-ші суреттен көріп тұрсыздар. Осы ArcGIS бір аумақтың бірнеше қабатты электронды картасы жасалынған осы ArcGIS бағдарламасы арқылы. ArcGIS карта, глобус, географиялық нысандардың түрлі үлгілерін жасауға және өзіндік картографиялық туындыларды құрастыруға мүмкіндік береді. Гаш технологияларының тұжырымдамасы көп қабатты электронды карталар жасауға негізделеді. Оны тірек қабаты алынған аумақтың географиялық жағдайын сипаттайды, ал қалған әрбір қабат сол аумақтың белгілі бір ерекшелігін айқындауға бағытталады. Гаш технологияларының басты қызметіне мәліметтерді енгізу және жаңарту, мәліметтерді сақтау және өзгерту, мәліметтерді талдау, мәліметтер мен нәтижелерді қорытындылау және оны таныстыру жатады. Гаш технологиялары ақпаратты неғұрлым тиімді сақтау, өңдеу, шешім шығаруға бағыттау және оны басқаруды жақсартудың шараларын қарастырады. Ең басты ерекшелігінің бірі қоғамды ақпараттандырудың ең басты құралы болып табылады. Сондықтан да ғылымда, өндірісте, білім беру саласында алынған ақпараттық күнделікті іс-әрекеті мен қызмет саласында қолдану мүмкіншілігін арттыру мақсатын көздейді. Бүгінгі таңда гаш технологияларының мүмкіншілігі адам өмірі мен шаруашылықты орналастыру және қызмет көрсетудің барлық саласында кеңінен қолданысқа енуде. Видеоға лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. ұбт-ға дайындық курсына жазылу үшін төмендегі описаниеге өтсеңіздер болады.